Сәлем достар. Каналыма қош келдіңдер. Біз Шымкенттеміз, достар. Сыртқа шықтық. Үйлерден үй алдық, достар. Шымкенттің әдемі жерлерінен. Ана жерде акимат бар екен. Мына жақта да BI Group деген үй бар екен, ЖК-лар бар екен. Шымкенттегі ең әдемі үйлер. Ол жаңа далаға шығып келейікші деді, сонымен шықтық далаға. Ана жақта да негізі фонтан бар, жолдың арғы беті. Просто үйден қарасаң, жақын жерде сияқты, шықсаң кәдімгідей алыс жерде екен. Сонымен ол жаққа барған жоқпыз. Сыртта жүрміз. Мына площадкалары өте әдемі екен. Арнайы велосипедке осындай дорожкалар бар екен. Бұл жақта біздің жер үйіміз бар ғой, Шымкентте. Дәл ненің қасында аэропорттың. Мына самолеттер кетіп жатыр. Самолетті жақыннан көретін көзіміздің жер үйде. Бірақ жер үйімізге бармадық, себебі квартиранттарымыз бар ол жерде. Жүрміз енді сыртта. Достар, үйге кірдік. Үйдеміз қазір. Рум-тур сіздерге айтпақшы, біз бұл үйді жалдадық. Кірген кезде мынаның светі жанбай ма? Білмеймін ше. Қай жерде бұның жанатыны түсінбедім. Мына жерде ма? Осы светтің жанатын жерін таппай жатыр. Короче, осы светтің жанатын жерін таппай жатырмын. Включательный ше. Мына жақта бізде әжетханасы. Бөлек та, мына жерде жуатын қол жуғышы бар. Мына біздің горшогымыз Ақтаудан көтеріп келген. Просто аяла горшог керек. Мына бізде кухня. Свет. Кухнямыз бұл. Мына жақтан есіктен тіке бетіп солға кірген кезде мынадай диваны. Мынада диваны. Диван негізі просто ашылып жабылатын диван. Бұл зал ғой енді. Мына жерде бралар мен қыздар Настя көріп жатыр. Аялашка. Мына бізде достар балконы. Мына жерде тоже есік бар. Бұл арқылы кухняға кіріп кетесің. Мына жерде артық бір бөлмесі бар. Бұл негізі не ғой? Кондер тұратын жер екен. Сосын қараңыздаршы. Осы мен Шымкентке келіп байқағаным. Ойбай, мынаны қалай ашады? Шымкентке келіп байқағаным, достар. Терезесін жыртып жібермеймін. Байқағаным ше, бұл жақта кондиционер сыртта тұрмайды екен. Осындай кішкентай бөлме болады екен балконның жанында. Сол жерге кондиционер орнатады екен. Қараңыздар, бір кондиционер жоқ қой. Ауласы, достар, жоғарыдан қараған кезде. Мына жақта, достар, фонтан. Қараңыздар, фонтан боптыр мына жерде, күшті боп. Бірақ жолдың арғы беті біз бармадық. Еріндік бару. Алау, қараңыздар. Ана тұрған BI Group'тың үйлері. Сол жақтан жалдайым демем, о жақтан шықпады же квартира. Біз жалдадық айтпақшы. Жауа салайын. Бұл квартирада нормальный квартира. Өзімізге ұнады. Астында барлығы бар. Магазин дейсің ба, кафешкалар дейсің ба, кафейнялар дейсің ба, бәрі бар астында. Магазин, білмеймін, продуктовый магазиннің неше түрі бар ғой. Мынау бізде спальня. Бірақ бұл жерде папамыз ұйықтап жатыр еді.
Мынау бізде ойбой, бану қыз боянып жатыр. Бұл бізде ваннасы, жуынатын бөлмесі. Айнасында да светі жанады. Біздің қыздарға осындай арман, тақ уақыт ше. Осындай біздің қыздарға арман. Вот, достар. Достар, біз деген сыртқа шықтық. Бала-шағамызбен кішкене қыдырып келейікші деп. Мынау магазин мынау екен, онан ішін кіріп көру керек еді. Кіріп көрмеппін мен осының ішіне. Жап-жақын жерде екен ғой. Ана Рахима плаза деген. Ертең кіріп көреміз бе? Ма ертең кешкі Шымкент. Ал достар, мынау деген білмеймін, Шымкент қаласының тұрғындары білетін шығар. Қай парк екен? Шим-Сити ма, на? Микрорайон. Шим-Сити деген микрорайондамыз. Осында мынада парк бар екен. Күшті. Бірақ ашылғанына көп болмаған сияқты, себебі ағаштары әлі кішкентай. Бірақ ішінде адамдар көп. Велосипед айдайды, ролик айдайды. Сондай отырып демалады, сондай, основном сондай сияқты. Достар, мына жерде күшті фонтан бар екен. Біз Шымкентте тұрмағанымызға 2 жылдан асты. Кәдімгідей басқаша болып кеткен ше, бір мына қалада өзімді бөтен сезініп жүрген сияқтымда, бір уже Ақтауға үйреніп қалыппын. Мына жерде әдемі фонтан бар екен. Ана қызғалдақ білмеймін. Свет жанбай тұрды, свет жанса әдем болатын сияқты, негізі әлі до конца аяқталмаған сияқты. Әйер демалатын орын екен, күшті. Адамға бір әдемі, бір тыныштық сыйлайды. Жаққа қарай жүрейік енді. Қыздарына да площадка тауып алыпты мына жерде. Шу базар болатыр. Нара жүгері алдық. Қосылатын шығар. Фонтанды аяқтап, мына жерде отырмыз, бір сахна сияқты. Осында демалып отырмыз, не істеп жүр Құдай? Білмеймін, айналып жатыр ғой бір орында. Басым айналып кетті. Басым айналып кетті дейді ғой. Достар, парктен шығып Шымкент Сити Молл деген жерге келдік. Білмеймін, көп жер жабылып қалыпты. Іші деген әдемі екен бірақ. Ал достар, біз деген пицца заказ бердік. Бұл біздің кешкі асымыз болды. Бүгін тамақ істемедім мен.
пицца заказ беріп пицца жеп жатырмыз. Бүгін деген ұзақ қыдырдық. Иә? Иә. Ас болсын. Ал достар, біз деген бүгінгі видеоны аяқтайық. Біздің бүгінгі Шымкенттегі ең соңғы күніміз. Ал достар, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Қош бол, менің Шымкентім. Өзіммен тек қана жақсылықта жүздескенше. Всем пока!